Азаматтық қоғам және мемлекет бүгінгі үкіметтік емес ұйымдардың форумы осы тақырып төңірегінде өрбіді. Тағы елбасы жолдауында айтылған әлеуметтік бастамаларды іске асыру аясында тиімді ынтымақтастық құруға баса көңіл бөлінген. Жиында сөз алған Қазақстан Республикасы қоғамдық даму министрі Дархан Кәлетаев үкіметтік емес ұйымдар үшін бірқатар жағымды жаңалықтармен бөлісті. Когда мы говорим о регистрации НПО, Астанада азаматтық бастамалар орталығының құрылысы басталды. Әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуға арналған бірқатар жобалар қолға алынып, Қазақстанның барлық облыстарын қамтып әлеуметтік жобалар картасын әзірлейміз. по республике мы хотим применить в области как раз неправительственного сектора. Қазірдің өзінде Астананы үкіметтік емес ұйымдардың ордасы деп атауға болады, себебі бас қаладағы кез келген жобаның басы қасында. Осындай ұйым мүшелері жүреді. Қоғамдық, әлеуметтік, саяси оқиғалардағы дәл осы үкіметтік емес ұйымдардың рөлі күн санап артып келеді. Казахстанцев, для успешной реализации которых как никогда Астана әкімдігімен 30-дан астам үкіметтік емес ұйымдар бірлесіп 464 миллион теңгенің 66 әлеуметтік маңызы бар жобасын жүзеге асырды. Сондықтан бүгінгі форумда ашық диалог алаңына айналдырып, қоғамды дамыту үшін ойлап табылған әр жобаны талқылап, осы саладағы мәселелерді бірлесіп қаузаймыз. настроены все слои общества. Шаһар басшысы атап кеткен әкімдікпен бірлесіп жұмыс жасайтын 30 үкіметтік емес ұйымның бірі Дос тәуелсіз өмір орталығы мүгедектер қоғамдық бірлестігі. Олар мүмкіндігі шектеулі жандарға қолайлы бірнеше жоба сұнған. Мүгедектер қоғамдық бірлестігі Дос тәуелсіз өмір орталығы бүгінгі осы азаматтық форумда өзінің арт-терапия жобасымен келіп отыр. Бұл арт-терапия жобасы биыл ғана бастау тапқан жоқ, ол соңғы 3-4 жылда басқа салалар бойынша жұмыс жасап келатқан. Биыл кішкене біз заманға сай жаңа бағытта жұмыс жасадық. Ол сазал балшықпен жұмыс жасау шеберханасы, өлең айту, болмаса вокалотерапия және сурет салу, изотерапия 3 бағытта жұмыс жасаймыз. Астанада бас аяғы 2700-ден артық үкіметтік емес ұйымдар бар, ал оның белгілі бір бөлігі тіркеліп тұрғанымен жұмыс жасамайды. Ондайларға мораторий беріліп, тізімнен алынып тасталатын болды. Өзгелері бүгін бірқатар мәселелері шешіліп, қуанып қалды. Бүгінгі шараға келсек, міне жиналып отырмыз үкіметтік емес ұйымдар осы немен үкіметпен сұхбаттасуға, сосын әлеуметтік өзіміздің енді атсалысып жүрген неле проблемаларымызды шешімдеріне келу үшін. Бүгін күшті бір не әңгімеміз болып жатыр. Қуанышымызға орай әкім де қатысып отыр, министр де қатысып отыр. Көп ұйымдар енді өздерінің сұрақтарына, қойған сұрақтарына, көп жылдары өздерін былай шайқап жүрген сұрақтарына бүгін жауап алып жатыр. Оған өте қуаныштымыз. Ал енді ойлаймыз осы қаланың ішіндегі ал бір өздерінің шешімдеріне келмей, мүгедектер болсын, қарт кісілер болсын, тағы да басқа елдегі осы проблемалары зор азаматтар болса, осындай жиналыстардан кейін сол нелері алдарына қойған мақсаттары орындалып, осы өзіміздің қаланың ішінде бақытты өмір сүруге келема деп сондай ойда отырмыз бүгін. Жиын қорытындысында Астана әкімі жастарды шаһар төңірегіндегі мәселелерді бірігіп шешуге атсалысуға шақырды. Бұдан бөлек форум аясында әлеуметтік идеялар мен жобалардың үздік авторлары марапатталды. Айта кетейін, осы жылдың 27-28 қарашасында Астанада елбасының қатысуымен республикалық деңгейдегі азаматтық форум өтеді.